Осы жылы Samsung өзінің дәстүрінен аттамай, жыл сайынғы жаздық Galaxy Unpacked таныстырылымында өзінің басты иілгіш немесе бүкілетін смартфондарын ұсынды. Galaxy Z Fold 3. Осы смартфонды смартфон деп атауға да өте қиын. Ал неге екен, қазір біз сендермен талқылаймыз. Басты жаңалықтар. Galaxy Note бізден кетті. Енді бұл модельмен мәңгілікке қоштастық. Ұзақ уақыт бойы Samsung-тың жаңа технологиялық мүмкіндіктерін Galaxy Note көрсетеді. Ал енді бұны Z Fold нұсқалары арқалайды. Осыдан бірнеше жыл бұрын ең алғашқы Z Fold жарыққа шыққан. Басында көптеген түсініспеушіліктер болған, бірақ уақыт өте келе Samsung сол кемшіліктермен жұмыс жасап, жоюға тырысқан. Қатемен жұмыс Galaxy Fold 2-де жүзеге асқан. Сыртқы экранын үлкейтіп, ішкі фронталды камерасын кішірейткен. Ал енді осы жылғы моделі қандай болмақ? Міне, біріншіден көзге көрінетін ондай көп өзгерістер жоқ. Оның ені мен ұзындығы қысқарып, жұқалығы 16-8 мм-ден 16 мм-ге дейін өзгерді. Оған қоса 11 граммға жеңілдеу. Ал көзге бірден түсетін өзгеріс ол камера. Егер Fold 2-де камера блогы үлкен болатын болса, Fold 3-де оны нәзік, ұқыпты қылған. Бұнда өзгерістер жақсы шығар. Бірақ осы уақытқа дейін Samsung өзіне тән бір дизайн шығара алмай жүр. Жыл сайын жаңа өзгерістер ендіре бергеннен кейін өзінің бір танымалдығын жоғалтады деген ойдамын. Бірақ Fold 3-ке бұл өзгерістер жақсы әсер етеді деп сенеміз. Өйткені бүгінгі күні осыған жететін басқа иілгіш смартфондар жоқ. Камераның сыртқы келбеті өзгерсе де, өзі сол 12 мегапиксель болып қалды, ал ішіндегісі 4 мегапиксель. Тоқтаңыз. Ал осы жерде 4 мегапиксельге қандай селфи түсіре аламын деп уайымдамаңыз. Селфи түсіргіңіз келсе, смартфонды ашып, негізгі камерамен экранына түсіре аласыз. Тағы бір ерекшелігі көзге көрінбейтін фронталдық камера. Негізі ол көзге көрінеді, бірақ оны барынша жасыруға тырысқан. Камераның үстіндегі дисплей тор секілді жасалған. Смартфонды қолдану кезінде бұл камера кедергі келтірмейді. Ал суретке түсірерде жарықты үлкен мөлшерде өткізеді. Камерадан бөлек Fold 3-ке жаңа түстер қосылды. Айтпақшы, барлық түстер күңгірт боп дайындалғаннан кейін әдемі көрінеді. Әрине, бұлардан бөлек Tom Brownның дизайнында дайындалған модельдері де бар. Tom Brown Samsung компаниясымен бірнеше жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан америкалық дизайнер. Fold 3 сыртқы Gorilla Glass Victuspен өңделген. Gorilla Glass Victus бүгінгі таңдағы ең мықты әйнек корпусы. Бұл смартфон құлаған жағдайда жақсы қорғайтын білдіреді. Бірақ Fold 2-ның сырты да сондайдан істелінген. Ішкі үлкен экраны полимермен дайындалған. Түсінгендеріңіздей, бұл әйнек емес. Ал шетіндегі қорғайтын бөлшектері арнайы авиациялық алюминиймен жасалған. Fold 3-тің экраны ең жиі қолданатын үстемелердің көбісін өзінің масштабына ыңғайлап дайындаған. Ішкі экранның өзін бірнеше бөлікке бөліп, 4-5 үстемені бір уақытта қолдана аласыз. Fold 3-тің ішкі жүйесінде де өзгерістері бар. Бұл да өткен модельдері секілді Qualcomm процессорын қолданған. Бірақ Snapdragon 888-бен толықтырды. Әлемдегі ең мықты процессорлердің бірі. Смартфон жады 256 және 512 гигабайт. Бірақ қосымша жад ұлғайтқыш microSD қоса алмайсыз. Аккумуляторы 4400 мА, дыбысы стерео және 2 симкалы етіп дайындаған. Көптеген смартфондарда дыбысы стерео деп айтады. Бірақ шын мәнінде, мысалы осы флиптің өзінде де осал, бірінші динамигі шын динамик, ал екіншісі жай құлаққа тақайтын динамигіміз. Ал осы екіншісі біріншіне қарағанда әлсіздеу. Сондықтан сіз стереоны шын мәнінде сезіне алмайсыз. Ал Z Fold 3-те екі жағында бірдей динамик орнатылған. Сондықтан сіз осылай толықтай смартфоныңызды ашып кино көретін болсаңыз, сіз стереоны шынымен де сезіне аласыз. Оған қоса, бұның ішінде тағы Dolby Atmos бар. Экранында қатты айырмашылық байқалмады дедім. Бірақ таратқыш жиілігі 20 Гц, ал Fold 2-де тек 60 Гц болған. Бұл жағынан Samsung алға жылжыды. Ішкі экранды өзгерді десек болады. Өткен жылмен салыстырғанда жарықтығы 29%-ға өсті. Көлемі өзгеріссіз қалды. Сол 7-де 6 дюйм. Бірақ мен үшін ол көлемі расымен де жетіп жатыр деп ойлаймын. Ерекшеліктеріне келсек, Stylus S Pen. Қолданушылар сұрады, Samsung дайындады. Тіпті бір емес, 2 Stylus, S Pen Edition және S Pen Pro. Кішкентай стилус базалық мүмкіндіктерге ыңғайланды. Бір өкініштісі смартфонға орнатылған магниті жоқ. Ол үшін арнайы дайындалған қапты алуың керек. Ал S Pen Pro батарея арқылы жұмыс жасай береді. Оған Bluetooth орнатылған, яғни стилуспен жұмыс жасай алатын басқа платформаларда қолдана алады. Осыны үлкен смартфонға стилус орнатқаны өте дұрыс. Бірақ бір сұрақ туындайды. Мынау S Pen-нің өзі экранның сыртын жырмай ма деген. Samsung жоқ дейді. Өйткені олар арнайы қорғаушы қабықша орнатқан. IPX8
Бұл дегеніміз Fold 3-ті судың астында 1,5 метр тереңдікте жарты сағаттан ұстай аласың. Маңызды ескерту: тұзды, хлорланған судың астына салмай қойыңыз. Себебі IPX8 бұндай химикаттардан қорғамайды. Бүктелетін смартфоннан бұндай өзгерістерді ешкім күтпеді. Мән беретін тағы бір жағдай бар. IPX8 X дегеніміз, яғни судан қорғайды. Бірақ шаңға қарсы ол әлсіз. Әрине өкінішті. Ал бұл өзгерістердің бәрін Samsung аспаннан алып тұрған жоқ. Олар қолданушылардың пікірлерін сұрап, солармен ақылдасып, осын бәрін істеген. Мысалы, менен қандай өзгеріс керек деп сұраған кезде мен бағасы дейтін едім. Өйткені қазір ол 899.990 теңге. Егер осындай бағаға смартфонды сатып алатын болсаңыз, яғни сізде ақшаңыз бар. Ал ақшаңыз бар болатын болса, сіз күні-түні жұмыс жасайтын шығарсыз. Ал күні-түні жұмыс жасау үшін осы смартфон сізге өте қатты көмектеседі. Сонымен қатар, үлкен экранның басты артықшылығы, сіз бір уақытта бірнеше жұмысты бітіре аласыз. Мысалы, іс-қағаз жұмыстарын тексеріп, онлайн жиналыста отыруға болады. Басқа құрал керек емес, тек Fold 3. Сондықтан да бұл смартфон жұмыс басты адамдарға 100% келеді деп сеніммен айтамын. Статистика тоқталатын болсақ, 2020 жылы бүгілетін смартфондардың 2,2 миллион түрі сатылды. Ал осы жылы 6,5 миллион сатылады деп күтілуде. 2022 жылы 13 миллионға барса, 2025 жылы 117 миллион түрі сатылады. Әрине, бұл жерде Samsung-тың бүгілетін смартфондары алғашқы орында болады. Samsung тек мұнымен тоқтамады. Және де келесі смартфонымыз Z Flip 3. Бұл смартфон жастарға және әрдайым қозғалыста жетінерге арналған. 4 түсі бар. Олар қара, ақшыл сары, жасыл және лаванды түсті. Өзі шағын, қалтадан түспейді. Әдемі әрі қолға ыңғайлы тұрады. Техникалық сипаттамасына келетін болсақ, Fold 3-ке өте ұқсас. Тек оның аккумуляторы азырақ. Соған байланысты бағасы да арзанырақ. 549.990 теңге. Және 2 жады бар. 28 ГБ және 256 ГБ. Сыртқы кішкентай экраны бұл смартфонның басты ерекшелігі. Бүгілетін смартфонды қайта-қайта аша бермес үшін, осы экранға барлық қолданысқа керек заттарды кіргізген. Музыкадан бастап Samsung Pay-ге дейін осы экран арқылы қадағалауға болады. Оған қоса, көлемін 1,9 дюймға, ал таратқыш иілігін 120 Гц-ке дейін көтерді. Мына шетіндегі кнопканы 2 рет бассаңыз, осы экранға қарап селфи жасай аласыз. Жалпы ішкі мәзірін өзіңнің қалауың бойынша жасап алсаң болады. Ауа райынан бастап, керекті хабарландыруға дейін бәрі бар. Құрметті тиктокерлер, енді жүгіріп жүріп бәрінен жалынып мені видеоға түсірші деп мазасын алып жүрмейсіз. Осылай смартфонды алып, бүйтіп қойып, өз-өзіңізді түсіріп, өзің режиссер де, оператор да бола аласың. Сондай-ақ камерада 4-тен астам адамдарды көрсе, бәрін сыйғызуға тырысып, кең камералық режимге өтеді. Сыртқы кішкентай камераның дизайнын өзіңіздің талғамыңызға байланысты ауыстыруға болады. Мысалы, сағаттың дизайнымен бірдей істеуге болады. Сағатқа көшейік. Galaxy Watch 4. Осы сағатпен сіз Galaxy-дің мүмкіндіктерін толығымен сезіне аласыз. Мысалы, Galaxy Watch 3-пен салыстырған кезде көзге бірінші түсетін зат механикалық безелі жоқ. Енді бұл безел тек Galaxy Watch 4-тің классикалық нұсқасында енгізілген. Функционалды жағынан ең басты артықшылығы фитнес сүйер қауымды қуантады. Енді Watch 4-те дене құрамын өлшей аласыз. Ол дегеніміз судың, денеңіздегі майдың, бұлшық еттердің мөлшерін есептей алу. Жалпы спорт сүйер жандарға бұл сағаттың тиетін пайдасы өте көп. Тағы бір артықшылығы ұйқыңызды қадағалайды. Қолданушылардың өздерінің мазасызданып, немесе қорылдап, ұйқысының бұзылған уақытын көре алады. Қалған функцияларының бұрынғы нұсқадан айырмашылығы жоқ. Бәрі тура сондай. Ал құлаққапқа тоқталайық. Алдыңғы Buds Pro-мен салыстыратын болсақ, үлкен айырмашылығы жоқ. Тек дизайны кішірейтіліп, салмағы жеңілдетілген. Ал бұл құлаққаптың инженерлері сол баяғы AKG, немесе AKG. Осы инженерлер төменгі және жоғарғы дыбыс жиіліктерін көтеріп, ортаңғы дыбыс жиілігін сәл басып тастаған. Мен үшін төменгі дыбыс жиілігі тым көп. Әр адамға әрқалай. Егер сіз аудиофил болмасаңыз, осындай ортаңғы деңгейдегі сапа сізге жарай береді. Осындай бағасы жоғары құлаққаптарды сатып алған кезіңізде, сіз тек оның дыбысының сапасына емес, бірақ басқа да артықшылықтарына төлейсіз. Мысалы, соның бірі шу басу. Шу басу құлаққапты киген кезде жан-жағыңыздағы болып жатқан у-шудың 98%-ын баса алады. Ал сіз сөйлей бастасаңыз, ambient режимі қосылады. Сіз өзіңіздің және сөйлеп жатқан адамның дауысын ести аласыз.
Егер сізде бір ғана емес, бірнеше Samsung-тың гаджеттары болса, олар бірігіп бір экосистема құрайды. Осы экосистеманың арқасында гаджеттардың бәрі бір-бірімен байланысып, сіз бір гаджетпен басқа заттарды қадағалай аласыз. Мысалы, смартфонды үйде қалдырып кетсеңіз, осы сағаттың өзімен заттарды сатып алуға болады. Немесе сіз үйден тыс жерде жүріп, үйдегі теледидар, тоңазытқыш, басқа заттарды смартфонмен және басқа гаджеттермен қадағалауға болады. Сендермен болған Технодом Каз. Я, білем, сендерге айту керек жоқ, өздерің білесіңдер. Лайкты бас, пікір қалдыр, арнаға жазыл. Көріскенше.